2021 жылы ұлттық бірыңғай тестілеу алғаш рет электронды форматта өткізілуде. Бұл бір компьютер, бір тестіленуші, бір камера принципі бойынша өткізіледі. Жалпы бұл ұлттық бірыңғай тестілеуге электронды форматқа өту бір қатар дайындық кезеңдерінен өтті. Атап айтатын болсақ, бұл алдыменен бізде мектеп мұғалімдері өтті электронды форматқа, одан кейін магистратура қатысушылар, ендігі кезек біздің мектеп оқушыларына келді. Ағымдағы жылы ұлттық бірыңғай тестілеу 10 наурыздан бастап жоғарғы оқу орындарына ақылы негізде түсу үшін өткізілді, ал 15 сәуірден бастап бізде мемлекеттік білім беру грантының конкурсына қатысу үшін ұлттық бірыңғай тестілеу өткізілетін болады. Және бұл ретте мектеп бітіруші түлектердің және жалпы осы тестілеуге қатысушылардың 2 рет қатысу мүмкіндігі болады. Бұл екі нәтиженің бірімен және өзінің қалаған және ең жоғары нәтижесімен мемлекеттік білім беру грантының конкурсына қатыса алады. Жалпы ұлттық бірыңғай тестілеудің электронды форматының бірқатар өзіндік ерекшеліктері бар. Атап айтатын болсақ, бұл тестіленуші өзінің тапсыратын орнын, күнін, легін өзі таңдай алады. Және бұл бір жағынан уақыт үнемдеуге үлкен көмек етеді. Өйткені бұрын бізде тестіленушілер жауап парағын 120-дан аса кішкентай ғана дөңгелекшені бояп отыратын. Ол дөңгелекшеден шығып кетпеу керек, секторлардың орнын ауыстырмау керек деген сияқты бірқатар проблемалар орын алып жататын, пәндердің орны ауысып кететін. Ендігі электронды форматта мұндай қателіктерге жол берілмейді, өйткені тестіленуші өзі кез келген сұрақтан бастай алады. Дұрыс жауаптарын өзгерте алады, өзінің кез келген пәнінен бастай алады деген сияқты өзінің артықшылықтары бар. Келесі артықшылығы ретінде бұл ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижесін бірден тестілеу аяқталғаннан кейін көруге болады. Және бұл біздің тестіленушінің жеке кабинетінде де бірден белгілі болады. Сол жерде өзінің нәтижесін көре алады. Және бұл тағы да бір ерекшелігі осы тестілеу аяқталғаннан кейін, егер тестіленуші өзінің нәтижесімен келіспеген жағдайда ол бірден апелляцияға бере алады. 30 минуттың ішінде осы апелляцияға беру мүмкіндігі бар. Тестіленуші компьютерге отырып авторизацияланғаннан кейін оның нұсқасы қалыптасады және бірегей нұсқа. Бұл жерде біз академиялық адалдықты қамтамасыз етеміз. Бұғанға дейін ешкім тестіленушіге қандай сұрақтың, қандай нұсқаның келетіндігін білмейді. Тек қана сол кезде кездейсоқ әдіспен таңдалатын болады. Тағы да бір компьютерлік тестілеудің артықшылығы бұл жерде калькуляторды қолдануға болады. Бағдарламаның интерфейсінде ол қарастырылған. Сонымен қатар бізде Менделеев кестесі және тұздардың ерікіштігі кестесі де осы интерфейсте болатын болады. Ұлттық бірыңғай тестілеу мазмұндық жағынан да бірқатар өзгерістерге ұшырап отыр. Бұл ең біріншіден тест тапсырмаларының саны сол қалпында 120 қалпында қалды, максималды балл 140-ты құрайды. Ал пәндер бойынша тест тапсырмаларының санында бірқатар өзгерістер бар. Бұл бізде Қазақстан тарихы мен математикалық сауаттылық бойынша тест тапсырмаларының саны 15-тен тұрады, ал оқу сауаттылығы бойынша 20, ал бейіндік пәндер бойынша әр пәннен 35 тест тапсырмасынан болады. Бұл ретте ерекше атап өтетін нәрсе контекстік тапсырмалар енгізілді. Бізде қазір барлық тест тапсырмалары функционалдық сауаттылыққа негізделген және бұл жерде жаттанды әдістен логикалық тапсырмаларды көбінде шешуге, орындауға арналған. Ұлттық бірыңғай тестілеуді электронды форматты өткізу кезінде ақпараттық қауіпсіздік мәселесіне үлкен көңіл бөлінген. Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізуде арнайы VPN канал арқылы, шифрландырылған сервис арқылы тестілеу өткізіледі. Сонымен қатар бұл жерде осы барлық дұрыс жауаптар кодының тек қана ұлттық тестілеу орталығында сақталатынына атап өткіміз келеді. Сонымен қатар бұл жерде адалдықты қамтамасыз ету мақсатында бізде адалдық алаңының, қоғамдық өкілдердің, сонымен қатар біздің тестілеу администраторлары осы тестілеудің ашық және объективті өтуін қамтамасыз етеді жергілікті жерлерде, және онлайн трансляция арқылы бізде ата-аналар да көре алады. Сонымен қатар осы тестілеудің өткізу барысын бізде ұлттық тестілеу орталығында орналасқан WhatsApp орталық арқылы да көруге болады.
Жалпы тестленуші өзінің нәтижесіменен келіспеген жағдайда ол апелляцияға бере алады. Апелляцияға беру тестілеу аяқталғаннан кейін 30 минуттың ішінде жүзеге асырылады. Тест тапсырмаларының мазмұны бойынша және техникалық себептер бойынша апелляцияға беріледі. Апелляцияны өтініштерді қарастыру республикалық апелляциялық комиссия жүргізеді, және бұл 30 күнтізбелік күннің ішінде жүзеге асырылады. Ал тестленуші болса, өзінің апелляцияға берген өтінішінің қанағаттандырылған немесе қанағаттандырылмағанын өзінің жеке кабинетінде көре алады. Бөгде тұлғаның тестілеуге кіріп кетпеуін қадағалау мақсатында бізде Face ID жүйесі енгізілген болатын. Жалпы Face ID жүйесі бізде 3 түрлі функцияны атқарады. Ол біріншіден сол тұлғаны растау, екіншіден оның дене қызуын өлшеу, үшіншіден онда маска бар ма және маска дұрыс келген бе соны анықтайды. Бұл ең алдыменен тұлғаның растауына бізге көмек ететін осы Face ID болып табылады. Сонымен қатар ұлттық бірыңғай тестілеудің барысында бізде прокторинг жүйесі қолданылады. Ол тестілеудің барысында оның тыйым салынған затты қолданылып отырғанын бізге анықтап беретін арнайы бағдарлама арқылы жүзеге асырылады. Жалпы тыйым салынған заттарды алып өтудің өзі ол тестленушінің тестілеуге жіберілмейді. Яғни тиісті акт толтырылып, сол жерден ол тестілеуге жіберілмейді. Ал егер тестленуші тестілеудің барысында тыйым салынған затты қолданылып отырғаны анықталатын болса, онда әрине ол да тестілеуден шығарылады. Және бізде барлық осы ұлттық бірыңғай тестілеудің барысы бейнежазбаға жазылады. Ол бейнежазбаны біз 15 тамызға дейін талдаймыз, және оның нәтижесінде тыйым салынған затты анықтайтын болсақ, ол тестленушінің нәтижесін жоямыз, және мемлекеттік білім беру грантының егері болатын болса, оны біз грантынан да айырылуы мүмкін. Сондықтан біз барлық тестленушілерді тыйым салынған затты алып келмеуге шақырамыз. Және ағымдағы жылы бізде мемлекеттік білім беру грантының конкурсына қатысу үшін 2 рет мүмкіндік беріледі дедік. Егер сол мүмкіндіктің біріншісінде тестленуші тыйым салынған затты алып келетін болса, онда тестленушінің екінші мүмкіндігі болмайды. Яғни келесі мүмкіндікті ол пайдалана алмайды. Сондықтан осы тестілеуге тыйым салынған затты алып келмей, тек қана өзінің дайындығына сеніп келуге шақырамыз. Енді әлемдегі пандемия жағдайына байланысты ұлттық бірыңғай тестілеу екінші рет осы карантинді кезеңде өтіп жатыр. Бірақ барлық санитарлық шаралар бізде сақталған. Ол біріншіден бізде балалар барлығы кіргізу барысында әлеуметтік дистанцияны сақтайды, әлеуметтік қашықтықты сақтайды, яғни 2 метр қашықтықты. Тестілеуге отырғызу барысында дәл осы қашықтық сақталады. Міндетті түрде маскалық режим болу керек. Сонымен қатар барлық жаңағы дезинфекциялық шаралардан өту керек. Ол жаңағы қолны өңдеу, дене қызуын өлшеу, аяқ киімді өңдеу деген сияқты. Сонымен қатар әрбір тестленушінің орны, яғни әрбір компьютерде ол оргстекло дейміз, кеңселік шыныменен қоршалған, яғни ол баланың бір-біріменен тікелей қатынас жасауына мүмкіндік бермейді. Сонымен қатар ата-аналардың және адамдардың осы аймақтық тестілеу орталықтарының маңында шоғырланбауын қамтамасыз ету мақсатында онлайн трансляция жұмысы ұйымдастырылған. Кез келген адам, кез келген ата-ана осы тестілеудің барысын осы онлайн трансляция арқылы үйде отырып-ақ education.kz сілтемесі арқылы көруіне мүмкіндігі бар. Жыл сайын бізде осы ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсыруда жаңа ата-аналардың легі келеді, жаңа оқушылар келеді, олардың арасында тиісті ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажет болады. Әрине біз бұл жұмысты назардан тыс қалдырған жоқпыз. Біз барлық ақпаратты өзіміздің әлеуметтік желідегі парақшаларымызда, сонымен қатар ұлттық тестілеу орталығының сайтында, білім және ғылым министрлігінің сайтында тұрақты түрде ұлттық бірыңғай тестілеудің жаңашылдықтары туралы, ондағы болып жатқан өзгерістер туралы түрлі ақпараттар тұрақты түрде жарияланып отырады. Сонымен қатар біз осы ата-аналарды, тестленушілерді тек қана ресми ақпараттармен, ресми дереккөздермен жұмыс істеуге шақырамыз. Өйткені қазіргі таңда осы ұлттық бірыңғай тестілеудің аясында түрлі алаяқтыққа жол бермес үшін сіздердің назарларыңызды осы нәрсеге аударғымыз келеді, және осы ұлттық бірыңғай тестілеуді барлықтарыңыздың сәтті ойдағыдай тапсырып, өздеріңіздің қалаған мамандықтарыңыз бойынша білім беру грантының иегері болуға шақырамыз. Сіздерге сәттілік тілейміз.